Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 8-ші сабақ. Бүгінгі тақырып қызықты оқиға. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбын анықтайсың, ондағы негізгі ойды табасың. Бірінші тапсырма: өз басыңнан өткен осылай күлкілі әрі қызықты оқиға болса есіңе түсір. Кеше сабаққа неге келмедің? Ағам ауырып қалды. Оған сенің не қатысың бар, әлде емдедің бе? Жоқ, мен оның велосипедін тептім дейді. Кеше сабаққа бара жатып қолымдағы шар ұшып кетті. Артынан жүгіріп жүріп құлап қалдым. Үйге барып киімімді ауыстырдым. Есіңе сақта: Бауыржан Момышұлы 1910 жыл мен 1982 жыл аралығында өмір сүрген. Ол жазушы, батыр, Жамбыл облысында туған. Батырлық, үлгі-насихат туралы шығармалары бар. Екінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Ұядан не көрсең? Киіз үйдің төрінде бір топ ауыл ақсақалдары жамбастай жайғасып, бап пен қымыз ішіп отыр екен. Әкем дастархан шетінде қымыз құйып отыр. Ол мені ымдап шақырды да құлағыма: сен немене, аталарыңа сәлем беруді ұмытпа дегенім қайда, деп сыбырлады. Мен қатты қызарықтап үйден шыға жөнелдім. Сыртта біраз тұрдым да нық басып үйге қайта кірдім. Көпшілікке қол қусырып тұрып, ассалаумағалейкум аталар, деп әр сөзді қадап-қадап айттым. Бұған әрине бәрі күлісіп жатыр. Әйткенмен мені өкпелетіп алмас үшін бәрі де бір ауыздан алейкумассалам десті. Сонан соң әрқайсысы маңдайымнан сипап мақтайды. Жақсы сөзге мәз болып, мен әкемнің тізесіне жайғасамын. Ол басымнан сипап отырып: жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді, дейді Бауыржан Момышұлы. Келесі тапсырма: Бауыржан ата қай кезін еске алады? Оқиға не туралы? Бауыржан ата балалық шағын еске алды. Оқиғада әдептілік, үлкендерге құрмет көрсету, әкенің балаға айтқан ақылы туралы баяндалған. Төртінші тапсырма: мәтіннің ең соңғы екі сөйлемін жазып ал. Не түсіндің, әңгімелеп айт. Бұл жолдар осы мәтіннің негізгі ойы болады. Мәтінде осы ой басталып, жалғасады және аяқталады. Жарайсың балам, үйге кіргенде әрқашан үлкендерге сәлем беруді ұмытпа. Әдепті бала сөйтеді, дейді. Әдепті бала үйге кіргенде үлкендерге әрқашан сәлем береді. Бесінші тапсырма: талдап көріңдер. Негізгі ой, сұрақтар: басталуы, жалғасуы және соңы. Басталуы: оқиға қалай басталады, әрі қарай не болады, оқиға немен аяқталды. Оқиға киіз үйде қымыз ішіп отырған ақсақалдармен басталды. Бауыржан үлкендерге сәлем беруді ұмытты. Әкесі есіне салып еді, ол қайта келіп амандасты. Ақсақалдар оған ақ батасын берді. Соңғы 6-шы тапсырма: отбасыңда саған қандай ақыл кеңес айтады? Мәтіндегі оқиғаға сәйкес нақыл сөздерді белгіле. Бұл жерде балалар сәлем сөздің анасы деген нақыл сөз сәйкес келеді екен. Маған үлкендерге құрмет көрсет, кішілерге көмектес, әдепті бала бол деп анам жиі айтады. Балалар, бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.